алғаш рет шықты үлкен сахнаға. Келесі болып өзінің сәлемдесуіне инженерлік және ақпараттық технологиялар факультеті Ностальгия. Нақты дәл қазір келесі жылы ату құрамасы бітіріп кетіп қалса немесе ойнамайтын болса, олардың орнын басатын ешкім жоқ. Тура солар сияқты деңгейде ойын көрсететін бір сөзбен команда жоқ. Солар сияқты деңгейде өнер көрсететін команда жоқ. Осы стереотипті бұзуға келген ностальгия құрамасын қарсы! Shock and rock the flock around the clock non-stop as I will tell ya. Music is the vibe, so open up your eyes. Running out to find the Ассалаумалейкум ату! Жігіттер, бірден тақырыптан бастайық. Мынау үлкен мереке Алматының 1000 жылдығы. Мынау тәуелсіздікке 25 жыл. Мынау ату университетімізге 60 жыл. Мейрам болса сыйлық алып кези. Шыңғысхан, байқайым сенің әр сөзінің квадраттары бар ой деймі? Сен әлі көптам сөйлеген көрген жоқсың ба? Сендер екеуің әлі түбірасынан шыға алмай тұрсыңдар ғой? Мынау не? Сендер қазылар арқасында кім ұтқанын білесіңдер ма? Кім? Осы университеттің түлегі, чемпион, ондасың ағамыз отыр. Жоғары лиганың чемпионы ұлттық құрама 2013 Аманжан ағамыз отыр. Дәл осындай мәтінде Абылайхан ағамыз отыр. Еркебұлан ағамыз отыр, жастар құрамасы. Еркебұлан аға не ғой? Біз көтеріп отырасыз ғой? Оны қоя тұрыңдаршы, біздің айнаға үйленбепті ғой? Үйленбеген бәу не? Ондай үйленмаңдар. Бабар, онда жамандат ойламасаңдар, бүгін кредит шықпай жүрген жүр ол кісіге. Біздің айнағамызға деген қыздар деген сынады ғой? Өледі ғой? Бұлармен атуда шығып қойды қыз деген. Мәнекеш, қойыңыз. Ендеше ламинаттың болашақ ретросы қыздар қарсы! Кеш жарық, құрметті достар, сонымен көреміз, түйенің өркешін жеп қойған келін. 2 ай демалыс алғансың ғой? Құрметті достар, бәріміз білеміз, Жайдарманда Шыңғысханның 500 әйелі туралы көптеген әзілдер бар. Сонымен көреміз, Шыңғысханның 500 әйелі туралы 2011 әзіл. Жазира қайырлы түн, Сабина қайырлы түн, Мадина қайырлы түн, Айсұлу қайырлы түн. Жазира қайырлы түн, Сабина қайырлы таң, Айсұлу қайырлы таң. 2 километр найзасы бар батыр. Қашайбай, қашшы деп! Сөздік қоры Азықхан. Ал енді халқым, біздің жерімізді ата-бабаларымыз, батырлар, білекті күшімен найзаның
Қалай еттің анау? Мынау ше. Ұшымақ? Дәл өзі сонымен қорғаған. Үнемі кешігіп жүретін киллер. Аға, Ау? халыққа сөйлеп қойыңыз ба? Я сөйлеп қойдым. Ту, тағы кеш. Сонымен көреміз Үндістан көшелеріндегі болған жағдай. Я симай жама. Музыканы өшіріп тұршы. Сен не көшеге сыймайды не, бұқасың ба не? Я бұқамын. Бұқа екен. Достар, ойын соңында басқа командалар сияқты аңыз, әңгіме, ертегі айтып бастарымызды ауыртқымыз келмейді. Тек қана поклон жасап кетеміз. Сіздермен бірге болған 4 жылдық студенттік өмірін қызықты өткізгісі келетін ретро стильдегі ностальгия құрамасы. Рахмет.